Мен қазір анау Қазақстандағы далбояптарға бір әңгіме айтқым келіп тұр. Міне Ресей алға дедіңдер, анау дедіңдер, мынау дедіңдер. Кеше міне шеру болды, 9-шы парад, батырларға тағзым деп айтты, оны осы нұсқауда жүргізейік деді. Қазақтың туын алдыңғы сапқа шығып ұстап шыққандарға не деп жатыр? Сенің артында күңкілдеп жатқан қырғын болып жинап алған орыстардың тәтелерін, ағалары бар, анасы бар, мынасы бар. Кейбір қазақтар да солармен қосылып кетіп СССР деп аузына келгенін айтып, мысалға үшін сенің жерінде сенің туының желбірегеніне қарсы болып күңкілдеп, сенімен спорласып, сені жау көріп тұр да. Ол Қазақстандағы орысын. Олардың бірен сараны ғана жақсы адамдар, бірақ көбісі бірдей. Басқа Қырғызстанда болсын, Өзбекстанда, бұлардың барлығы бірдей. Тек қана бір ғана ішіндегі арманмен жүрді. Қайтадан мен өзімді элиталық ұлт ретінде сезінгім келеді. Ертең бір соғыс болса, ешқайсысы Қазақстан үшін соғыспайды. Мен 100% гарантия беремін. Армандап жүр олар, қайтадан саған өй деп сөйтіп бұйрық беруді армандап жүр. Сен ешкім емессің, сен әлі де сенің жерінде, сенің туған қаланда бұлар акиматтан жаңағындай рұқсат сұрап алады. Акимат өйткені қорқады. Әкімдік біздің заңнан қорықпайды, әкімдік Кремльдің заңнан қорқады да. Түсінесіздер бе? Әрбір қалада Қазақстанның. Сол үшін қазаққа шеру сұраса, қазаққа шеру бермейді, өзге ұлттың өкілдері сұраса, оларға береді, әсіресе орыстарға. Бұлар шығады, жаңағындай шеруде сенің туына да қарап жатқан жоқ. Енді осы кезде Ресей алға дейсің ба? Қашанғы сенің көзіңді мен қалай енді ашамын? Сен өзің мал болып жатсың, соны түсін.